Кайырлуу күн, құрметті сүйікті тыңдарман, әуе толқынында Айсенберік қызы және Адия Абдазиз. одан кейін Дүйсенбек Айбек. бүгін біз өміріміздегі ең керемет туған күніміз жайында айтатын боламыз. Қане, кімнен бастаймыз? Кім бірінші айтқысы келеді? Қыздың жолы жіңішке және қыз. Жақсы, қызым жолы жіңішке дейді, өзімізден бастайық. Менің ең алғашқы керемет туған күнім 18 жасымда болған. Үйдегілердің бәрі мені құттықтады, дос, туған, бәрі құттықтады, тек әкем құттықтамады. Сол күні көңіл күйім болған жоқ, себебі мені әкем ұмытып кетті ма, білмеймін. Әйтеуір дастарханда шай ішіп, басым салбырап, мұңайып оттым. Бір кезде басымды көтеріп қалсам, папам столдың астынан үлкен торт алып шықты да Happy birthday to you деп мені құттықтады. Шынымды айтсам, сол кезде мен қуаныштан жылап жібердім, себебі әкеме қатты ренжіген болатынмын. Қалайша мені ұмытып кетті деген сияқты. Сол сәтте әкем сөйтсем тортты столдың астына тығып, мені құттықтағысы келген екен. Оның негізгі тарихы, мен бала кезімде телевизор көріп отқанда, мама папа алдындағы тамақты тығып қояды да столдың астына, менің қылығыма қарап күліп отырады екен. Сол сәтті еске салу үшін менің 18 жасымда әкем солай құттықтаған еді. Ал енді ұлға берейік, кезекті Айбек өзін айта ғой. Менің ең керемет туған күнім 9 жасымда болған. Ол кезде Ханчатырда комната страха деген аттракцион болған. Мен ол кезде 9 жасқа толмай тұрып сол аттракционға кіргенді армандаппын. Сол кезде мен сол аттракционға кіріп вагонға отырдым әкеммен бірге. Сол кезде біз сол жақтан жүріп бара жатқанда әртүрлі қорқынышты куклалар шықты, бірақ олар онша қатты қорқынышты болған жоқ. Мен сонда да қорыққаннан әкемді құшақтап астына кіріп алып отырдым. Соңында шыққанда көзінен жас ағып кете жаздады, бірақ бұл менің ең керемет күнім болды, өйткені менің арманым орындалды. Мен сол аттракционға кірдім. Керемет оқиға болған екен. Ендеше кезекті Адияға берейік. Адия өзінің ең керемет туған күнін айта ғой. Менің ең керемет туған күнім 8 жасымда болған. Мен анамнан мен құрбыларымды, достарымды үйге шақырсам бола ма деп сұраған кезде, анам әрине болады деп айтқан. Сонда біз анам екеуміз түрлі компит, түрлі торт дайындағанбыз. Сол маған өте ұнады. Сол 8 жастан бастап мен кондитерское делоға өте қызығып кеттім. Сондықтан менің 8 жасым маған өте, сол 8 жасқа толған туған күнім маған өте қызықты және ұмытпас, незабываемый день деген сияқты болды. Керемет, қандай ғажап, туған күннен кейін қандай да бір өнерді үйреніп алған біздің Адия, яғни тәттілерді пісіреді екен. Қаласаңыздар, тапсырыс берсеңіздер болады, Адияның нөмірін қалдырып кетейік. Ал сіздің өміріңіздегі ең қызықты туған күн қандай болды? Бізге жаза кетіңіз. Келесі көріскенше сау болыңыздар.